Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа қатысушылар. Сіздермен бірге физика кафедрасының аға оқытушысы Алдабергеннің Карьер Болатқызы. Физика 1 курсының 6 модулінің 6 дәрісіне келдік. Бұл осы модульдің соңғы дәрісі. Тақырыбы термодинамика. Өткен сабақта біз жоспар бойынша екінші бастамасының соңғы жаңағы тақырыбы эквивалентті тұжырымдарын қарастырып бастадық. Термодинамиканың екінші бастауының эквиваленттік тұжырымдары ол жылытқыштан алынған барлық жылуды оған балама жұмысқа айналдыру жалғыз нәтижесі болып табылатын процесс мүмкін еместігін тұжырымдайды. Яғни Кельвин тұжырымдамасы осы айтылады екен. Екінші текті мәңгілік қозғалтқыш мүмкін емес. Томсон-Планк тұжырымдамасы бойынша. Суық денеден ыстық денеге жылу түрінде энергия беру жалғыз нәтижесі болып табылатын процесс мүмкін емес. Клаузиус тұжырымы. Тұйық жүйенің энтропиясы кемуі мүмкін емес. ds үлкен немесе тең 0-ге. Термодинамиканың үшінші бастамасы абсолюттік 0-ге тең температурада кез келген жүйенің энтропиясы 0-ге тең. S-0 тең 0-ге. Термодинамиканың үшінші бастамасы төмендегідей тұжырымдалуы мүмкін. Температураның абсолюттік 0-інде энтропияның өсуі жүйенің қай тепе-теңдік күйде болуына байланысты емес, соңғы шегінде ұмтылады. Нернс теоремасы бойынша энтропияның өзгеруі дельта S кез келген қайтымды изотермиялық процесте екі тепе-тең күйден арасында абсолюттік 0-ге жақындаған температураларында дельта S 0-ге ұмтылады және T 0-ге ұмтылады. Температураның абсолюттік 0-не жетуден мүмкін емес принципі денені абсолюттік 0-ге дейін салқындату мүмкін емес. Нақты газдардың термодинамикалық қасиеттеріне келетін болсақ, күй теңдеуі P қысымы, V көлемі, T температурасы және тепе-теңдік күйіндегі газ молекуласының саны арасындағы функционалдық байланысты орнатады. Бұл байланыс тек теңдеу түрінде ғана емес, сондай-ақ графикалық немесе жиі қолданылатын кестелер түрінде де, әсіресе практикалық мақсаттар үшін де көрсетілуі мүмкін. Ең қарапайым және күйдің танымал теңдеуі изиал газ күйі теңдеуі PV тең νRT. Мұндағы νу газ молінің саны, P қысым, T температура сәйкесінше V көлем болып табылады. Нақты газдар газ қасиеттері молекулаларының өзара әрекеттесуіне тәуелді газдар болып табылады екен. Нақты газдар үшін Ван дер Вальс теңдеуі P плюс V квадрат A бөлінген V квадрат, V минус VB тең νRT. Мұндағы A молекулалардың өз әрекеттесуін ескеретін түзету, B молекулаларының меншікті көлемін ескеретін түзету. Шектік параметрлер байланыстары көлем, қысым және температураның Ван дер Вальс тұрақтылары және AB байланысы Vx тең 3B, Px тең A бөлінген 27B квадрат, Tx тең 8A бөлінген 27 RB. F тартылу күші мен итерілу күші, тебілу күші немесе қашықтан тәуелділігі 14-ші суретте көрсетілген. Леннард Джонстың потенциалы өз әрекеттесудің әлеуетті энергиясының қашықтықта тәуелділігін сипаттайды. UR тең минус AR минус 6 дәрежесі плюс минус BR минус 12 дәрежесі. Нақты газдардың изотермалары тұрақты температурада нақты газ үшін P-ның V-ге тәуелділігі 15-16 суреттерде көрсетілген.
Және 17-18 суреттерде К критикалық нүктесі изотермаға көлденең жанасатын критикалық изотермияның иілу нүктесі 18 суретте көрсетілген. Бұл нүкте әрбір сұйықтық үшін зат тек газ тәрізді күйде болуы мүмкін, одан жоғары температурада бар екенін білдіреді. Нақты газдың кез келген массасының ішкі энергиясы U тең V жақша ішінде CV минус AVM. Мұндағы CV тұрақты көлемде, газдың малярлық жылу сыйымдылығы ню тең мю бөлінген М зат мөлшері болып табылады. Джоуль-Томсон эффектісі Дрессель арқылы қысымның тұрақты өзгеруі әсерінен оның баяу ағуы нәтижесінде газ температурасының өзгеруі 19 суретте көрсетілген. Яғни жылу оқшаулағыш, газ ағыны және Дрессель. Сонымен біз осы 6-шы модульдің соңғы дәрісінің соңына жеттік. Осы дәрісте біз термодинамика бөлімін қарастырдық. Оның ішінде термодинамиканың бірінші бастамасы, екінші бастамасы, оған кіретін жаңағы жылу мөлшері, жылу сыйымдылығы ұғымдарын қарастырдық. Ішкі энергия, жұмыс, изопроцестер, термодинамиканың бірінші бастамасында изопроцестердің жазылуы, зат мөлшері, еркіндік дәрежесі ұғымдарын қарастырдық. Және осы жылу машиналарын, жылу оқшаулағыш тұжырымдамаларды қарастырдық. Ішкі энергияны және тұрақты кезіндегі жылу сыйымдылықтарын қарастырдық. Осы ауқымды дәрісті қарастыру барысында біз осы ұсынылған, қолданылған әдебиеттерді пайдаланып осы дәрісті дайындадық. Және осы да әдебиеттерді сіздер университеттің кітапханасынан немесе интернет желісінен ашық түрде жүктеп алып дайындала аласыздар. Және осы дәрістің соңында тест тапсырмалар ілінген. Тест тапсырмаларына жауап беру арқылы білімдеріңізді шыңдай алып, осы курсты толық меңгере аласыздар. Және осы курсты қорытындылау мақсатында зертханалық жұмыстар берілген. Зертханалық жұмыстарды сіздер видео сілтемелер арқылы өтіп, жасалуын барлығын өздеріңіз жасап, есептеулерін жүргізе аласыздар және қателіктер теориясы мен сенімділік интервалын анықтай аласыздар. Және соңында студенттің өздік жұмысына арналған бақылау тапсырмалары берілген. Осы бақылау сұрақтарына жауап беру арқылы, жауап беріп жаттау дайындалу арқылы сіздер алдағы емтихан сабақтарына осы термодинамика бөлімін толық меңгергендеріңізді қорытындылай аласыздар. Осымен осы дәріс соңына жетті. Келесі дәрісте 7-ші соңғы модульде біз электростатика, тұрақты тоқ бөлімдерін қарастыратын боламыз. Келесі дәрісте кездескенше тыңдағандарыңызға рахмет.